Бейнебаянды бастамас бұрын айта кетейін. Каналға аз ғана адам жетпей тұр. Подписка басып кетсеңіздер, разы боламын. Бұл ешкімге айтылмаған сыр. Толық әңгімесін видеодан тыңдаңыз. Есіктің жабылған дыбысы тым қатты естілді. Жай ғана есік емес, бір дәуір жабылғандай болды. Айсәуле төсектің шетінде үнсіз отырды. Ақ жамылғы әлі тебіс. Қолдары дірілдеп тұр. Түн жаңа ғана түскен, бірақ үйдің іші бір сәтте суып кеткендей. Пеш жанып тұр, алайда ауада салқын үнсіздік бар. Сен өзі қыз болып келдің бе? Бұл сөзді күйеу емес, енесі айтты. Дауысы айқай емес еді, бірақ сол тыныштау сүйектен өтті. Айсәуле не дерін білмеді. Тамақтан түйін тұрған бір сөз шықпай қалды. Төсек қызыл болмады ғой. Сол сәтте Айсәуле өзін тірі адам емес, айыпталушы сезінді. Ол ауылдан қалаға оқуға келгенде мұндай күн болады деп ойлаған жоқ. Ол өзін таза, адал, жүрегімен сүйген қыз санады. Бірақ бұл үйде адалдықтың өлшемі басқа екен. Босаға сыртында аяқ дыбысы естілді. Бұл күйеуі Ержан. Ол ештеңе білмегендей кірді. Анасына бір қарады да, көзін тайдырды. «Шай қойдыңдар ма?» деді ол. Айсәуле сол сәтте бәрін түсінді. Бұл сұрақ бүгін бірінші рет қойылып тұрған жоқ. Енесі ауыр күрсінді. «Балам, сен шық, мен келінмен сөйлесейін». Ержан үнсіз бұрылып шықты. Есік тағы жабылды. Бірақ бұл жолы әлдеқайда ауыр. «Айт шының қызым, бізді алдама», деді енесі. Айсәуле орнынан тұрды. Дауысы қатты шықты. «Мен ешкімді алдаған жоқпын». «Онда неге белгі жоқ?» «Мен дәрігер емеспін», деді Айсәуле шыдамай. Енесінің көзі сығырайды. «Қазіргінің бәрі сөйтеді, қалада оқыған қыздардың бәрі». Сөйлем аяқталмады, бірақ мағынасы айтылды. Айсәуле сол сәтте жылаған жоқ. Жылау кейін келетін еді. Түн ортасында ол жуынатын бөлмеде тұрып, айнаға қарады. Айнада бөтен адам, көзінде қорқыныш. Иығында ауыр салмақ. «Мен енді кіммін?» деп ойлады ол. Келін бе, күдікті ме? Кінәлі ме? Ал ауылдың сыртында иттер ұлыды. Бұл түн ұзақ болатынын сездіргендей. Осы түннен кейін бұл үйде ештеңе бұрынғыдай болмайтынын Айсәуле әлі білмеді. Таң атты, бірақ бұл үйде таңмен бірге жеңілдік келген жоқ. Айсәуле түн бойы көз ілмеді. Таңғы азан шақырылғанда ғана терезеден бозғылт жарық түсті. Сол жарық бөлменің әр бұрышын ашып көрсеткендей болды. Қабырғадағы кілем, ескі сандық, төсектегі әлі де тегіс жатқан ақ жамылғы. Бұл жамылғы бүгін бәрінен көпселеп тұр. Аси жақтан ыдыс сылдыры естілді. Енесі баяғыда ерте тұрған. Таңғы шайында, ренішінде алдын ала дайындап қойғандай. Айсәуле беті қолын жуып, Асиге шықты. «Ояндың ба?» деді енесі, көзін көтерместен. «Иә. Үйде үшінші адам бар, қайнағасы Нұрбек. Ол бәрін көріп отыр, бірақ ештеңе айтпайды. Үндемейді». Үндемеу бұл үйде келісімнің белгісі. Ержан да келді, ол да үнсіз. 4 адам, 4 түрлі ой, бір үстел. «Айсәуле, шай қый», деді енесі әдеттегідей. Айсәуле құманды алды. Қолының дірілін жасыра алмады. Шай кесе шетіне төгіліп кетті. «Ойбай, байқасаңшы», деді енесі. «Кешіріңіз». Осы кешіріңіз бәріне жетті. Енесі күлімсіреді. «Көрдің бе балам?» деді ол. Ержан шайын ішіп отыр, қарамайды, қорғай алмайды. Айсәуле шыдай алмады. «Ержан, сен неге үндемейсің?» деді кенет. Үй іші тып-тыныш қалды. Мен араласпай-ақ қояйын деп едім», деді ол баяу. «Бұл менің намысым ғой», деді Айсәуле дауысы дірілдеп. Енесі кесені үстелге қатты қойды. «Намыс? Намыс болса қыз боп келер едім». Бұл сөз балтадай тиді. Нұрбек орнынан тұрды. «Жетеді енді», деді ол жай ғана. Бірақ сол жай сөздің өзі үлкен қарсылық еді. Енесі оған қарады. «Сен не білесің?» «Білем. Дәл осындайды келінім көрген. Ақыры үйден кетіп тынды». Ержан басын көтерді. «Қалай кеткен?» «Қорланып». Айсәуленің көзіне жас келді, бірақ ол жылаған жоқ. Бұл үйде жылау әлсіздік. «Мен кетпеймін», деді ол. «Менің еш жазығым жоқ». Енесі орнынан тұрды. «Онда дәлелде». «Қалай?» «Дәрігерге барамыз». Бұл сөз сот үкімі сияқты естілді. Ержан үндемеді. Үндемегені келісім. Сол күні ауылда сыбыс тарады. Келін таза емес екен. Қалада оқыған ғой.
Енесі бекер емес сұраған. Айсәуле үйден шыққанда көршілердің көзіне тура қарай алмады. Бірақ ішінен бір нәрсе қатайып келе жатты. Бұл қорқыныш емес. Бұл қарсылық. Түнде ол төсекте жатты. Ержан арқасын беріп ұйықтады. Екі арада бір кереует. Бірақ шын мәнінде екі бөлек әлем. Айсәуле сыбырлады. Егер мен ақ екенімді дәлелдесем ше? Ержан жауап бермеді. Ал егер дәлелдей алмасам? Бұл сұраққа да жауап болмады. Айсәуле көзін жұмды. Осы түнде ол шешім қабылдады. Бұл үй енді оны ұшталмайды. Ал ертең дәрігерге бару тек бастамас еді. Алда одан да ауыр соққылар бар екенін ол әлі білмеді. Зейнеп апа бұл түніде ұйықтай алмады. Үй іші тыныш. Бірақ оның ішіндегі дауыл басылар емес. Көзін жұмса болды. Бір ғана сурет қайта-қайта келе береді. Ақ жамылғы. Қызыл емес. Осы көрініс оны өткенге сүйреп әкетті. 35 жыл бұрын Зейнеп ол кезде 17 деді. Яң. Ауылдың сөзіне тез сенетін. Ят болады дегенді жанынан артық көретін қыз. Оны да ұзатып әкелген. Оны да сол түні тексерген. Енесі емес, құдағилар. Ауылдың әйелдері. Төсекке қарап тұрған көздер. Қыз емес деген сөзді сол кезде естіген. Бірақ ол қыз еді. Тек бала кезінде аттан құлап, жарақат алған. Оны ешкім тыңдамады. Ертесінде күйеуі бетіне қарамады. 3 күннен соң ажырасып кетті. Зейнепті әкесі үйге қайта әкелді. Бірақ ауылдың тілі үйден де өткір болды. Қайтып келген қыз жаман белгі. Ол сол кезде ант етті. Ешқашан әлсіз болмаймын. Ешқашан өзімді қорлатпаймын. Кейін ол басқа жігітке тиді. Ержанның әкесіне. Ол кезде бәрін жасырып қалды. Алғашқы баласын дүниеге әкелгенде ғана жұрттың аузы жабылды. Бірақ жара жабылмады. Қазіргі уақыт Зейнеп апа таң алдында орнынан тұрды. Терезеге қарады. Ауыл әлі ұйқыда. Мен оны жамандықтан сақтап жүрмін, деді ол өзіне өзі. Айсәулені ас үйде көрді. Келін ерте тұрған. Таңғы шайын өзі қойып жатыр. Таңертең ерте тұрасың ба? Деді енесі суықтау. Ұйықтай алмадым. Мен де. Екеуі бір сәтке көз түйістірді. Бұл дұшпандық емес, бұл бір жараның екі жағы. Бірақ Зейнеп апа райынан қайтпады. Бүгін қалаға барамыз, деді ол, дәрігерге. Мен дайынмын, деді Айсәуле. Енесі таң қалды, қорықпайды деп ойламаған. Жақсы, деді ол қысқа ғана. Жолда Ержанда отырды, 3 адам, бір көлік. Ауа ауыр. Клиникаға кіргенде Зейнеп апаның жүрегі қатты соқты. Бұл есік оған таныс еді, өткенін еске салды. Дәрігер, жас әйел. Қандай шағым? Тексеру керек, деді Зейнеп апа. Айсәуле ішке кірді, есікті жапты. Зейнеп апа дәлізде отырды, қолын тізесіне қойып. Терлеп отыр. Егер ол таза болса ше, деген ой келді. Ал егер мен қателессем ше? Бұл ойды тез қуып жіберді. Айсәуле шықты, жүзі сабырлы, қолында қағаз. Нәтиже дайын, деді дәрігер. Зейнеп апа қағазға қарады, көздері үлкейіп кетті. Қыздық перде сақталған, бұзылу белгілері жоқ. Қолындағы қағаз дірілдеп кетті. Ержан оқыды, үндемеді. Зейнеп апа бір сәт үнсіз қалды, сосын қағазды қайтарып берді. Бұл қағаз бәрін шешпейді, деді ол. Қалайша, деді Айсәуле алғаш рет қаттырақ. Қазір медицинада алданады. Бұл сөз Айсәулені емес, өз арын қорғап тұрған Зейнепті көрсетіп тұрған еді. Сол сәтте Айсәуле түсінді. Бұл тек өзі туралы емес. Бұл енесінің өткенмен күресі. Көлікте қайтып келе жатып, Зейнеп апа терезеге қарады, көзінен жас ақты. Бірақ оны ешкім көрмеді. Ол өмір бойы бір сұрақтың тұтқыны болып келген, мен шынымен кінәлі ме едім? Ал енді сол сұрақты келініне қойған. Бұл қателік еді. Ал сол қателік енді бәрін қиратуға жақын. Қалаға барып келген күннің ертесі, ауыл ерте оянды. Ауада бір түрлі ауыр иіс бардай. Бұл сөздің иісі. Өсек әлдеқашан жолға шыққан. Айсәуле таңғы шайды ішпей қойды, тамағынан өтпеді. Кеше қолында тұрған дәрігер қағазы, бүгін тумбочканың ішінде жатыр. Бірақ сол қағаз оны қорғап тұрған жоқ. Зейнеп апа таңғы намазын оқып болды да, ұзақ отырып қалды.
Таспихын баяу тартып отыр. Бірақ ойы басқа жақта. Қағазға сеніп қалма, деді ол кенет. Айсәуле басын көтерді. Онда неге бардық? Өзім үшін. Бұл сөз бәрін аңғартты. Ержан жұмысқа кетемін деп шықты, бірақ ауылда жұмыс қайда? Ол тек қашып бара жатты. Түске таман көрші келін кірді, артынан тағы бірі. Шай сұраған болып кірді, бірақ көздері басқа нәрсені іздеп тұр. Қалаға барыпсыңдар ғой. Дәрігерге ме? Жақсы мекен. Айсәуле үндемеді. Зейнеп апа жауап берді. Қазіргінің дәрігеріне де сен оқиын. Сол сәтте бәрі түсінді. Кешке қарай Зейнеп апа құдағиларға өзі телефон соқты. Келіп кетсеңдер, деді қысқа ғана. Бұл жай шақыру емес еді. Бұл сотқа шақыру. Ертеңіне аулада адамдар жиналды. Құдағи. Құда. Туыс туған. Тіпті шақыру мағанар да келді. Айсәуле бөлмесінде отырды, терезеден бәрін көріп тұр. Өз тағдыры талқыланып жатқан естіп отырды. Біздің баланы алдаған, деді Зейнеп апа. Қалада оқыған қыз ғой, деді біреу. Қазір не жоқ, деді екіншісі. Құдағи саспады. Қолымызда қағаз бар. Қағаз бәрін шешпейді, деді Зейнеп апа. Біздің дәстүр бар. Сол сәтте Айсәуле сыртқа шықты. Аула тып-тыныш қалды. Мен тірі адаммын, деді ол. Мен зат емеспін. Біреу күлді, біреу басын шайқады. Қыз бала көп сөйлемеу керек, деді бір әйел. Айсәуле көзін Зейнеп апаға тікті. Сіз де осылай қорланғансыз, деді ол жауапсыз. Жоқ, қорланғансыз, деді ол жай ғана. Зейнеп апа селк етті. Қайдан білесің? Көзіңізден. Бұл сөз жұртқа емес, тікелей жүрекке тиді. Ержан да сол сәтте келді. Кешігіп, бірақ дәл уақытында бәрін бұзу үшін. Жетеді, деді ол. Барлығы оған қарады. Мен үндемедім, деді Ержан. Қорықтым. Анамнан да, ауылдан да. Айсәулеге қарады. Бірақ мен сені саттым. Бұл ең ауыр сөз еді. Мен ажырасуға келісемін, деді ол. Аула шулап кетті. Айсәуле селт етпеді. Ол бұл сөзді ішінен күтіп жүрген. Жақсы, деді ол. Бірақ бір нәрсе айтайын. Барлығы тына қалды. Сіздер мені бүгін соттадыңыздар. Бірақ ертең қыздарымыз да осы жерде тұруы мүмкін. Ешкім жауап бермеді. Айсәуле ішке кіріп, сөмкесін жинады. Киім аз, жүрек ауыр. Есік алдында тоқтады. Зейнеп апа алғаш рет кешір деп айтуға оқталды. Бірақ сөз шықпады. Айсәуле есіктен шықты. Бұл қашу емес еді. Бұл үкімді қабылдамау еді. Ал ауыл артынан қарап қалды. Бірақ шын сот әлі басталмаған. Айсәуле ауылдан кеткен күні аспан ашық еді. Бірақ оның ішіндегі бұлт тарқамады. Автобус терезесіне қарап отырып, ол артқа бір ретте қарамады. Артта қалған үй енді үй емес. Ол жер сот залы. Айып, үнсіз сатқындық. Қасында анасы отырды. Ауылға келгенде бәрін естіген. Бір ауыз сөз айтпай, қызын қолынан ұстап, қалаға алып шықты. Жылағың келе ме, деді анасы. Жоқ, деді Айсәуле. Мен жылап біттім. Бұл өтірік емес еді. Қала оны құшақ жая қарсы алған жоқ. Бірақ сұрақ та қоймады. Қала үнсіз. Ал үнсіздік кейде адамды емдейді. Айсәуле бұрын оқыған колледжге барды. Құжаттарын қайта тапсырды. Жұмыс та тапты. Балабақшаға тәрбиеші. Алғашқы күні балалардың бірі. Апай, сіз неге мұңайып тұрсыз, деді. Айсәуле күліп жіберді. Бұл ұзақ уақыттан кейінгі алғашқы шынайы күлкеді. Ал ауылда тыныштық болған жоқ. Өзі кетіп қалды. Кінәсі бар ғой. Еркекке шыдау керек еді. Зейнеп апа осы сөздердің бәрін естіп жүрді. Бірақ бұрынғыдай бас иземеді. Түнде жалғыз қалғанда ол келіннің айтқан сөзін есіне алды. Сіз де осылай қорланғансыз. Ол өз жарасын алғаш рет мойындады. Ержан үшін ажырасу жеңіл болды. Ал Аруждан ауыр. Жұмыста отыра алмайды. Достарымен күле алмайды. Дұрыс істедің, деді біреулер. Анаңды тыңдадың. Бірақ түнде ол өзін өзі ақтай алмады. Айсәуленің даусы құлағынан кетпеді. Мен тірі адаммын. Бір күні Айсәуле жұмысқа бара жатып, әлеуметтік желіден бір жазба көрді.
Қалаға кетіп, өзін ақтағысы келген келін. Астында пікір көп, бірі жаман сөз, бірі мазақ. Айсәуле телефонды жапты, бірақ үнсіз қалмады. Ол өз парақшасына жазды. Мен ешкімді ақтауға міндетті емеспін. Мен өзімді жоғалтпауға міндеттімін. Бұл жазба тарады, біреу қолдады, біреу қарғады. Бірақ ең бастысы, үнсіз отырғандар ояна бастады. Бір ай өткенде Айсәуле заңгер әйелмен танысты. Ол да дәл осындай қорлық көрген. Сен жалғыз емессің, деді ол. Сол сәтте Айсәуле бір нәрсені түсінді. Оның басынан өткен оқиға жеке трагедия емес, жүйелі әділетсіздік. Кешке анасы айтты: «Қызым, сенің сынбағаның менің жеңісім». Айсәуле терезеге қарады, қала шамдары жанып тұр. «Мен енді тек өзім үшін өмір сүрмеймін», деді ол. «Мен үндемегендер үшін де сөйлеймін». Бұл кек емес еді, бұл өзін табу еді. Ал ауылда Зейнеп апа келіннің кеткен бөлмесін жинап отырып, жастықты құшақтап жылап қалды. Бірақ ол жылау кеш келген шындықтың көз жасы еді. Ал Ержан болса, бәрін жоғалтқанын енді ғана түсініп келе жатты. Ержан ажырасқаннан кейін өзін еркін сезінуі керек еді, бірақ еркіндік келмеді. Үйде бәрі өз орнында. Анасы бар, тамақ дайын, төсек жинаулы. Бірақ бір нәрсе жоқ еді. Үйдің іші босап қалған. Айсәуле кеткеннен кейін бұл үй тынышталған жоқ, өлі тыныштыққа айналды. Ержан түнде жиі оянады. Ұйқы арасында бір ғана көрініс келеді. Айсәуле ауылда тұрған күйі, сөмкесін қолына ұстап, артына қарамай кетіп бара жатыр. «Тоқта», дейді ол түсінде, бірақ даусы шықпайды. Оянады, жүрегі дүрсілдейді. Ал шын өмірде де ол сол кезде үнсіз қалған. Ержан сыртқа шыққанда бұрынғыдай емес. Еркекке тән бедел сақталғанымен көзқарас өзгерген. «Әйелімді ұстай алмадың, өзі кетіп қалды». Бұл сөздер оны емес, намысын тырнап өтеді. Ол алғаш рет түсінді. Үндемеу еркектік емес. Зейнеп апа ұлым күнде көреді, бірақ ол бұрынғыдай емес. «Балам, дұрыс істедің», деп айтқысы келеді, бірақ аузы бармайды. Ержан бір күні шыдай алмады. «Апа, егер ол шынымен ақ болса ше», деді. Зейнеп апа тоқтап қалды. «Сол қағаз бар ғой», деді ол жай ғана. «Ал біз соған сенбедік», деді Ержан. Бұл сөз екеуінің ортасына тас болып түсті. Бір кеште Ержан Айсәуленің әлеуметтік желідегі жазбасын қайта оқыды. «Мен өзімді жоғалтпауға міндеттімін». Бұл сөз оны қалаға алып келді. Ол Айсәуле жұмыс істейтін балабақшаның қасына келді. Кірмеді, күтіп тұрды. Айсәуле шықты, күлген күйі. Баланың қолынан ұстап. Ол оны көрді де тоқтап қалды. Ержан жүре алмай қалды. Бұл бұрынғы Айсәуле емес. Бұл сынбаған адам. «Сәлем», деді ол әрең. Айсәуле басын изеді. «Не керек?» деді ол суық емес, бірақ алыс. «Кешір». «Кешіру шешім емес», деді Айсәуле. «Мен қателестім». «Қателік байқамай жасалады. Сен таңдадың». Бұл сөз Ержанды іштен сындырды. «Мен қорықтым», деді ол. «Ал мен жалғыз қалдым», деді Айсәуле. Олар үнсіз тұрды. «Қайтып кел», деді Ержан. Айсәуле жымиды. «Мен кетіп қалған жоқпын, мен өзімді таптым». Сол күні Ержан анасына бәрін айтты. «Апа, сіз өз жараңызды менің әйеліммен жапқыңыз келді». Зейнеп апа алғаш рет жылады. «Мен өзімді қорғадым», деді ол. «Ал біз біреуді жараладық», деді Ержан. Бұл кеш келген шындық еді. Ержан қалада қалды, жұмысын алыстырды, бөлек шықты. Бірақ Айсәуле қайтып келген жоқ. Өйткені кейбір есіктер кеш қағылса ашылмайды. Ал Ержан енді бір ғана нәрсені білді. Ер адам үнсіз қалғанда біреудің тағдыры сынады. Ал Айсәуле сол кезде үлкен жолға шыққан еді. Айсәуле алғашында танымал болуды ойлаған жоқ. Ол тек ішіндегі ауырлықты сыртқа шығару үшін жазды. Алғашқы жазбасы қысқа еді. Ешкімді айыптамады, атын да атамады. Кейде әйелді бір үйден емес, бір сөзден қуып шығады. Бұл сөйлемді мыңдаған әйел оқыды. Ал мыңдаған ер адам үнсіз қалды. Келесі күні жеке хаттар келе бастады. Мен де дәл солай кеттім. Енем сұрады, күйеуім үндемеді. Анам әлі күнге дейін өзін кінәлі санайды. Айсәуле әр хатты оқыды. Әр хат бір тағдыр. Ол сол түні ұйықтай алмады. Бірақ бұл жолы қорқыныштан емес,
Бұл жауапкершіліктің ұйқы бермейтін түні еді. Заңгер әйелмен бірге шағын кездесу ұйымдастырды. Кітапханадағы тар зал, 10 шақты әйел. Бірақ сол 10 әйелдің көзінде жүздеген әйелдің көз жасы бар еді. Біз заңды өзгерте алмаймыз, деді заңгер. Бірақ үнсіздікті бұзамыз, деді Айсәуле. Ол сөйлегенде дауысы қатты шықпады. Бірақ бәл тиді. Бізді кінәлі етіп көрсететін дәстүр емес. Бізді қорғай алмайтын қорқақтық. Залда үнсіздік орнады. Бұл қорқу емес, бұл ойлану еді. Бірақ үн көтерілген жерде қарсы дау туады. Әлеуметтік желіде жаңа жазбалар пайда болды. Ұятты ашық айтып, отбасын бұлзады. Қазақы тәрбиені жоққа шығарады. Еркекке қарсы қояды. Айсәуле алғаш рет қатты ауырды. Бірақ артқа шегінбеді. Мен еркекке қарсы емеспін, деп жазды ол. Мен қорлыққа қарсымын. Бұл жазбадан кейін қолдаушылар көбейді. Ер адамдар да жазды. Мен үндемегенмін, енді өкінемін. Қарындасым осыдан өткен. Бір кеште бейтаныс нөмір қоңырау шалды. Айсәуле ханым, біз телебағдарлама жасаймыз. Тікелей эфирге шығасыз ба? Ол тұрып қалды. Эфир жай әңгіме емес. Бұл бетке айтылатын шындық. Шығамын, деді ол бір сәттен кейін. Жарық, камера. Журналистім сұрағы. Бұл жеке мәселе емес пе? Айсәуле тура камераға қарады. Жеке болса, мұндаған әйел бірдей жыламас еді. Студия тынышталып қалды. Сіз кек алып жүрсіз бе? Жоқ, мен қызымды қорғамақпын. Ол әлі дүниеге келмесе де. Бұл сөз эфирден кейін елге тарады. Сол кеште Зейнеп апа теледидар алдында отырды. Қолындағы шай суып кеткен. Экранда Айсәуле. Сабырлы, тік, сынбаған. Мен бір ененің емес, деді Айсәуле. Бір қоғамның сұрағына жауап беріп жатырмын. Зейнеп апаның қолы дір етті. Мен не істедім, деді ол сыбырлап. Ержан да көрді. Сөзді емес, көзді көрді. Ол көзде реніш жоқ еді. Сол үшін ауыр болды. Ол менен де биікке шықты, деді ол өзіне. Бірақ табандылықтың бағасы бар. Бір күні Айсәулеге Қоқан-Лоқы келді. Тоқта, әйтпесе, ол алғаш рет қорықты. Бірақ кейін бір ғана жауап жазды. Қорқынышпен өмір сүру бұрынғы өмірім. Айсәуле сол түні шешім қабылдады. Бұл жай әңгіме емес, бұл қозғалыс болуы керек. Біз қорланбаймыз, деді ол кездесуде. Біз үндемейміз. Осылайша бір әйелдің тағдыры көп әйелдің дауысына айналды. Ал бұл дауыс енді ешқашан бұрынғыдай тұншықпайды. Алда ең ауыр кездесулер бар еді. Өйткені өткенмен бетпе-бет келу әлі алда. Зейнеп апа сол түні алғаш рет қорықты. Бұрын ол адамдардан, сөзден, ұяттан қорқатын. Ал бұл жолы өзінен қорықты. Теледидар әлдеқашан өшіп қалған. Бірақ Айсәуленің дауысы әлі құлағынан кетпеді. Мен бір ененің емес, бір қоғамның сұрағына жауап беріп отырмын. Зейнеп апа таспихын қолын алды, бірақ саусақтары жүрмей қалды. Я Алла, деді ол. Сөзі ары қарай шықпады. Түн ортасында ол түс көрді. Өзін жас күйінде көрді. Ақ орамал, бөгде үй, бөгде көздер. Қыз емес деген сөз тағы да жаңғырды. Оянып кетті. Кеудесі қысылып, тынысы тарылды. Бұл жүрек емес еді. Ардың қысым еді. Таң атты. Бірақ бұл таң бұрынғылардан бөлек еді. Зейнеп апа асүйге шықты, шай қойды. 2 кесе қойды да біреуін қайта алып тастады. Айсәуле жоқ. Сол кезде ғана ол түсінді. Үйден бір келін емес, үйдің берекесі кеткенін. Түске қарай көрші әйелдер келді. Теледидардан көрдік, батыл екен, артық айтып жүр. Зейнеп апа алғаш рет қарсы сөйледі. Артық емес. Әйелдер таң қалды. Қалайша? Өйткені ол шындық. Бұл сөз оның аузынан шыққанына өзі де сенбеді. Ержан кешке келді. Апа? Мен қателестім, деді Зейнеп апа бірден. Бұл сөзді ол 30 жылдан бері айтпаған. Ержан селт етті. Мен өз қорлығымды келінмен жаптым, деді анасы. Мен әділ болмадым. Көзінен жас ақты.
Мен сені де қорқақ қылып тәрбиеледім. Бұл ана үшін ең ауыр мойындау еді. Ержан басын төмен салды. Енді не істейміз? Жауап береміз, деді Зейнеп апа. Келесі күні Зейнеп апа қалаға барды. Айсәуле кездесулердің бірінде еді. Залда әйелдер көп. Есіктен бір кісі кірді. Ақ орамал, тік жүріс. Айсәуле көріп қалды. Жүрегі бір сәт тоқтап қалғандай болды. Зейнеп апа мінберге жақындады. Сөйлейін, деді ол. Зал тына қалды. Мен сол енемін, деді ол. Сұрақ қойған. Залда сыбыр шықты. Мен келінімді емес, өз қорқынышымды соттадым, деді ол. Мен қателестім. Айсәуле көз жасын ұстай алмады. Мен кешірім сұраймын, деді Зейнеп апа, жұрттың көзінше. Бұл кешірім формалды емес еді. Бұл өзін жұрт алдында жалаңаштау еді. Айсәуле мінберге шықты. Кешіру міндет емес, деді ол. Бірақ шындық айтылған жерде ауырлық азаяды. Екеуі көз түйістірді. Бұл ене мен келін емес еді. Бұл екі жаралы адам еді. Бұл кездесу видеоға түсті. Желіге тарады. Ауылда шу шықты. Өз-өзін масқаралады. Дұрыс істеді. Біз де ойлануымыз керек. Бірінші рет ауыл ойлана бастады. Түнде Зейнеп апа жалғыз отырды. Бірақ бұл жалғыздық бұрынғыдай қорқынышты емес еді. Кеш болса да тоқтадым, деді ол өзіне. Ал Айсәуле сол түні алғаш рет жеңіл ұйықтады. Өйткені ең қиын нәрсе орындалды. Кінәлі адам мойындады. Бірақ әлі бір сұрақ ашық еді. Тағы бір оларды қайта жолықтыра ма? Қала күзге енді ғана кіріп келе жатқан. Ағағаш жапырақтары сарғайып, бір-бірлеп түсіп жатыр. Айсәуле үшін бұл мезгіл кету емес, түсу еді. Жалғанның түсуі. Ол сол күні жалғыз еді. Кездесу де әдейі солай жоспарланған. Кафе тыныш, адам аз. Музыка бәсең. Есіктен алдымен Зейнеп апа кірді. Бұрынғыдай емес, иығы төмен. Қадамында паңдық жоқ. Артынша Ержан кірді. Айсәуле орнынан тұрған жоқ. Қашпады. Қуанып та кетпеді. Отырыңыздар, деді жай ғана. Алдымен үнсіздік орнады. Бұл ауыр, бірақ керек үнсіздік. Мен шақырдым, деді Айсәуле. Өйткені әңгіме аяқталу керек. Зейнеп апа басын изеді. Мен дайынмын. Ержан төмен қарап отырды. Мен де, деді ол. Бірақ даусы сенімсіз шықты. Сіз кешірім сұрадыңыз, деді Айсәуле Зейнеп апаға қарап. Бұл батылдық. Зейнеп апаның көзіне жас келді. Мен сол күннен бері тыныш ұйықтай алмадым, деді ол. Өзімді өмір бойы ақтап келіппін. Ал мені сол күннен бастап жұрт айттады, деді Айсәуле. Бірақ мен аман қалдым. Бұл сөз Ержанға тиді. Мен жоқ болдым, деді ол. Сол күні мен жоқ болдым. Мен еркек бола алмадым, деді Ержан. Ана мен әйелдің арасында үнсіздікті таңдадым. Айсәуле оған тіке қарады. Сен таңдадың, деді ол. Үндемеу бейтараптық емес. Ержан басын изеді. Мен сені жоғалттым, деді ол. Тек әйелімді емес, өзімді. Зейнеп апа кенет қолын үстелге қойды. Егер уақытты кері қайтара алсам, уақыт қайтпайды, деді Айсәуле. Бұл сөз қатты емес еді, бірақ шешуші болды. Мен сендермен қайта отбасы болу үшін кездескен жоқпын, деді Айсәуле. Мен шындықты жабу үшін де емес. Онда не үшін, деді Ержан. Өз ішіміздегі сотты аяқтау үшін. Айсәуле сөмкесінен бір құжат шығарды. Бұл менің бастамам, деді ол. Қоғамдық қор. Әйелдерге заңдық, психологиялық көмек. Зейнеп апа қағазға қарады. Мен көмектескім келеді, деді ол бірден. Атымды жасырып емес, ашық. Айсәуле алғаш рет күлімсіреді. Бұл шынайы тәубе. Ержан үнсіз қалды. Ал мен, деді ол. Айсәуле сәл ойланды. Сен осыны түсінген еркек ретінде қал, деді ол. Бірақ менің өміріме қайта кірме. Бұл сөз үкім емес. Бұл шекара еді. Кафеден шығарда Зейнеп апа тоқтады. Сен мені кешірдің бе, деді ол. Айсәуле бір сәт ойланып тұрды. Мен кек сақтамаймын, деді ол. Бірақ кешіру уақыттың жұмысы.
Зейнеп апа басын изеді. Соның өзі рахмет. Олар бөлек-бөлек кетті. Ержан артқа бір рет қарады. Айсәуле қарамады. Өткені кейде алға қарау ем үлкен жеңіс. Ал Зейнеп апа болса, жүрегіндегі ауырлықтың жартысы түскендей сезінді. Бірақ енді ол сол ауырлықты пайдаға айналдыруға дайын еді. Алда бір ғана бөлім қалды. Соңғы үкім махаббат туралы емес, ар туралы, таңдау туралы, жаңа өмір туралы. Қалада қыс ерте түсті. Айсәуле терезе алдында тұрды, қолында ыстық шай. Терезеден түскен бу секілді, өткен өмірде баяу сейіліп бара жатқандай. 1 жыл. Дәл 1 жыл бұрын ол бұл қалаға қорланған күйде келген. Ал қазір тік тұрған адам. Қор ресми түрде ашылды. Аты қарапайым еді, үн. Ал ішіндегі мағынасы ауыр болатын. Алғашқы айдақ ондаған әйел келді. Кейбірі үнсіз, кейбірі жылап, кейбірі ашулы. Айсәуле ешқайсысын түзетпеді, тек тыңдады. Сіз кетіпсіз, мен де кеткім келеді. Мен шыдай алмай жүрмін. Мен әлі кетуге қорқамын. Айсәуле бір ғана сөз айтатын болды. Сен кінәлі емессің. Бұл сөз кейде адамды тірілтеді. Зейнеп апа да өзгерді. Ауылда ол енді бұрынғы Зейнеп емес. Ол жас келіндерге өзі барып сөйлесетін болды. Кейде тыңдайды, кейде тоқтатады. Сенің жаның тексерілетін дүние емес, дейтін болды ол. Ауыл әуелде күлді, сосын үнсіз қалды. Кейін ойланды. Бір күні бір әйел келіп айтты. Егер сіз сол кезде үндемегенде, мен бүгін тірі болмас едім. Зейнеп апа сол күні тағы жылады. Бірақ бұл құлататын емес, тазартып шығаратын жас еді. Ержан жалғыз қалды. Бірақ бұл жалғыздық жаза емес еді. Бұл өсуге берілген мүмкіндік еді. Ол басқа қалаға көшті, психологқа барды. Алғашында сөйлемеді, кейін бәрін айтты. Мен еркек болуды анамды тыңдау деп ойлаппын. Ал шын еркектік әділдік екен. Бұл түсінік оған қымбатқа түсті. Айсәулеге ол енді жазбайды, қоңырау шалмайды. Бірақ бір кездесуде айтқан сөзі есінде. Сен менің ең ауыр сабағымсың. Қордың бір жылдығына арналған кездесуде Айсәуле мінберге шықты. Зал толы. Әйелдер, ер адамдар, жастар. Бұл қозғалыс кек үшін туған жоқ, деді ол. Бұл қорланбау үшін туған. Зал тына қалды. Қыздық ар емес, деді ол. Ар таңдау. Бұл сөз көпшіліктің жүрегіне тиді. Егер бір әйелдің тағдыры бір сұрақпен қиылса, ол сұрақ қате. Зал ұзақ қол соқты. Кешке Айсәуле жалғыз қалды. Ол айнаға қарады. Сол баяғы қыз. Бірақ енді басқа. Мен жеңдім бе деп ойлады ол. Жоқ. Бұл жеңіс емес еді. Бұл бостандық еді. Ол өзіне үкім шығарды. Мен ешкімге дәлелдеуге міндетті емеспін. Мен өзімді жоғалтпадым. Мен енді үнсіз емеспін. Сол жеткілікті. Қала сыртында күн батып бара жатты. Аспан қызғылт түске боялды. Бір кездері біреулер іздеген қызыл түс енді аспанда тұрды. Бірақ ол енді ешкімде есеп бермейді. Өйткені бұл табиғаттың бояуы. Ал адамның ары ешқашан төсекке қарап өлшенбейді.